Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін біз персиктік лимонад жасайтын боламыз. Осындай салқын болып шығады. Жазда ысыда жасап ішсеңіздер өте керемет болады. Ең алдымен бізге 5-6 штуктай персик керек болады. Лимон. Мен лимонның жартысын салдым. Блендерге саламын. Сосын мен тастай су құйдым. Таза су болу керек, міндетті түрде. Қант, 1 стақан қант салдым. Енді осының барлығын мен жақсылап араластыратын боламын. Осылай жақсылап араластырып аласыздар. Міне барлығын араластырып болдым. Енді мен графинге алдын ала мята мен лимонның жартысын салып алдым. Мұз 3-еуін салып аламын. Осылай салып аласыздар алдын ала. Содан кейін барып біз сиропымызды құятын боламыз үстіне. Дайын болған сиропты құямыз графинге. Содан кейін барып 1 литр су құямын. Менің суым дүкеннің суы, тастай. Таза су болған жақсы, міндетті түрде. Осыны жақсылап араластырып, салқындатып іше берсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шықты. Дүкеннің соқтарынан жақсы болып шығады. Балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар.